Жақсы оқушылар, 5-те 1-ші есепті түсіндіре кетейін. Яғни біздің 5-те 1-ші есепте 4 сандар жұбы берілген. Сол 4 сандар жұбы мына теңсіздіктердің шешімі бола ма дейді. Яғни біріншісін қарастыра кетейік. Яғни бірінші теңсіздігім -2 қосылған 5y үлкен немесе тең 0-ден. Яғни мына 5 сандар жұбын қою арқылы қай сандар жұбы шешімі болады, қай сандар жұбы шешімі болмайтын анықтаймыз. Яғни біздің бірінші жұпқа қарай, яғни x-іміздің орнында 2 тұр, y-іміздің орнында 5 тұр. Яғни мына теңсіздіктегі x-тің орнына апарып 2-ні, y-ті орнына апарып 5-ті қоямыз. Сонда -2 көбейтілген 2 қосылған 5 көбейтілген y-ті орнына 5-ті қоямыз. Үлкен немесе тең 0-ден. Яғни мына теңсіздігімнің сол жағы 0-ден үлкен немесе тең болу керек. -4 қосылған 25, яғни 21 болады. 21, яғни 0-ден үлкен. 0-ден үлкен. Онда бұл 2-де 5 сандар жұбы шешімі болады. Шешімі болады. Екінші, -3-те 1-ді қойып қарайық. Яғни -2 көбейтілген x-тің орнына -3-ті қоямыз. Қосылған 5 көбейтілген 1 үлкен немесе тең 0-ден шығу керек. -2-ні -3-ке көбейтем -6, 5-ті 1-ге қосамын, көбейтемін, 5-ті 1-ге көбейтемін 5, яғни -6 қосылған 5 бұл -1-ді береді. -1 0-ден кіші. 0-ден кіші болып кетеді. Олай болса, бұл -3-те 1 сандар жұбы шешімі болмайды. Шешімі болмайды. Шешімі болмайды. Екінші, -2-де -4-ті қойайық. -2 көбейтілген -2 қосылған 5 көбейту y-ті орнына -4-ті қоям. Үлкен немесе тең 0-ден теңсіздігі шығу керек. -2-ні -2-ге көбейтем 4, 5-ті -4-ге көбейтем -20, яғни бұл жерде -16 шықты. -16 0-ден кіші. 0-ден кіші. Олай болса, -2-де -4 жұбы шешімі болмайды. Болмайды. Төртінші жұпты қойып қарайық, яғни -2,6-та 0-ді қойып қарайық. -2 көбейтілген x-тің орнына -2,6-ны қоямыз. Қосылған 5 көбейту 0, үлкен немесе тең 0-ден теңсіздік шығу керек. -2-ні -2,6-ға көбейтем 5,2 шығады. 5-ті 0-ге көбейтем 0, 0-ге 5,2-ні қоссам 5,2, ол 0-ден үлкен. Яғни бұл -2,6-та 0 сандар жұбы шешімі болады. Шешімі болады. Сол сияқты 5-те 1-дің қалғанын екінші, үшінші, төртіншісін өз беттеріңмен шығарасыздар. Өз бетімен жұмыс. Келесі 5-те 2-ші есепті шығарайық. 5-те 2-ның біріншісін шығарайық. Яғни теңсіздіктің шешімдер жиынын кескіндеңдер дейді. Бірінші теңсіздігім 4x қосылған 3y -5 кіші немесе тең 0-ден. Кіші немесе тең 0-ден. Осы жерден біз y-ті x арқылы өрнектеп алайық. 3y кіші немесе тең -5-ім теңдікті мына жағына +5 болып шығады. 4x мына жаққа теңдікті мына жағына -4x болып шығады. Осы жерден теңсіздікті теңдікке айналдырып алайық. 5 -4x. Осыдан y-ті табамыз. Y тең болады 5 -4x-ті 3-ке бөлеміз. Енді осы теңдеуімнің графигін сызайық. Бұл графигі, бұл түзу сызық екені белгілі. Түзу сызық екені белгілі. Бұл түзу сызықты
OX, Y координатылық жазықтыққа саламыз. OX, Y координатылық жазықтығына саламыз. Яғни түзу сызықтың графигін салу үшін X-қа кез келген жерден екі мәнді берсем, екі нүкте берсем, яғни Y-тің екі нүктесін тауып алсам, жеткілікті. X-қа 0-ді берем. X-қа 0-ді бергенде, мына жерім 0-ге айналады. 5-ті 3-ге бөлем. 5-ті 3-ге бөлгенде 1/3-тен 2 болады. Яғни 0-ді бергенде 1/3-тен 2 деп отқаным. Яғни X-қа 0-ді бердім. Y-ім 1/3-тен 2 болды. Осы нүктені салып алайық. 1/3-тен 2 деп отқаным 1 мен 2-нің ортасында 3 бөлік, соның екіншілесі. Міне мына жер. 1/3-тен 2. Мына нүкте. Екінші, X-қа 1-ді берейік. X-қа 1-ді бергенде 1-ді 4-ке көбейтем. 4, 5-тен 4-ті алам. 1, яғни 3-тен 1 болады Y-ім. 1-де 3-тен 1 деп отқан нүкте 0 мен 1-дің ортасында 3 бөлік, соның біріншілесі міне. Осы екі нүктені қосам. Сонда менің мына графигім шыға келеді. Y тең болады 5 минус 4x бөлінген 3 деген функциямның графигі міне шыға келді. Енді кіші немесе тең 0 дейін дейді. Яғни тең десем, онда мына түзудің бойындағы барлық нүктелерді қабылдайды. Және кіші десем, бұл түзуімнің төменгі жағы болады міне. Мына аралықтағы барлық нүктелерді қанағаттандырады деген сөз. Түсіндік па сонда балалар?